Саламатсыңдар ма, балалар? Қазір қазақ тілі сабағы. Бүгін қазақ тілі сабағынан мазмұндама жазамыз. Мазмұндама тақырыбы жалқау мысық. Мазмұндама жазу дегеніміз тыңдаған мәтіндеріңізден түсінгендеріңізді қағаз бетіне жазу. Бұл мазмұндамаға мынадай жоспар құрамыз. Бірінші, кіріс бөлімі сүйкімді мысық. Екінші, негізгі бөліміне ойынға құмарлық. Үшінші, қорытынды бөліміне ұнамсыз қылық. Тіректі сөздер мен сөз тіркестеріндегі сөздерді дәптерлеріңе дәл осы күйінде көшіріп жазып қоймаңдар. Бұл сөздерді мазмұндама жазу кезінде қолданып, сөйлемдер құрап жазасыңдар. Олай болса, дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын, тақырыпты, жоспарды жазып аламыз. Бірінші, қазан, мазмұндама, жалқау мысық, жоспар. 1. Сүйкімді мысық. 2. Ойынға құмарлық. 3. Ұнамсыз қылық. Яғни, кіріспе бөлімінде сүйкімді мысық туралы жазасыңдар. Негізгі бөлімінде ойынға құмарлығы туралы жазамыз. Қорытынды бөлімінде мысығының ұнамсыз қылығы туралы жазасыңдар. Қазір сіздерге мәтінді 2 рет оқып беремін. Мұқият тыңдап, мазмұнын түсініп отырамыз. Жалқау мысық. Менің бір әдемі мысығым бар. Өзі өте сүйкімді. Оның бізбен тұрғанына 6 жылдай болып қалды. Бұрын алғаш асырап алған кезімізде ол сондай тынымсыз еді. Кішкене доп, оралған жіп көрсе, сонымен ойнайтын. Ал қазір оны орнынан тұрғыза алмайсың. Күндіз де, түнде де пештің түбінде жатып алып, ұйқыдан бас көтермейді. Сөйтіп, менің мысығым жалқау болып кетті. Маған мысығымның осы мінезі ұнамай жүр. Екінші рет оқып берем. Жалқау мысық. Менің бір әдемі мысығым бар. Өзі өте сүйкімді. Оның бізбен тұрғанына 6 жылдай болып қалды. Бұрын алғаш асырап алған кезімізде ол сондай тынымсыз еді. Кішкене доп, оралған жіп көрсе, сонымен ойнайтын. Ал қазір оны орнынан тұрғыза алмайсың. Күндіз де, түнде де пештің түбіне жатып алып, ұйқыдан бас көтермейді. Сөйтіп, менің мысығым жалқау болып кетті. Маған мысығымның осы мінезі ұнамай жүр. Балалар, мәтіннен түсінгендеріңді дәптерлеріңе әдемі, сауатты, таза етіп жазып, суретке түсіріп, Окей Едусқа жібересіңдер. Барлық балалардың жұмысы тексеріліп бағаланады.